Громкое чтение стихотворения Ибрая Алтунсарина «Кель балалар околык. Давайте, дети, учиться». Читают Зиненко Елизавета и Кондратенко Ольга. Bir alğa sığınıp. Kel balalar, okılık, okығanda könülge, ықыласпен тоқылық. Естен болар қайыры, бастасаңыз алалап, оқымаған жүріде қарағанны қарылмалап. Кел балалар, оқылық, оқығанда көнілге, ықыласпен тоқылық. Телегенің алдынан іздемей ат табылар, оқысаңыз балалар, шамнан шырақ жағылар. Кел балалар, оқылық, оқығанда көнілге, ықыласпен тоқылық. Мал дәулеттің байлығы бір жұтсан жоқ болар, оқымыстың байлығы көнен күнге көп болар, еш жұтамақ жоқ болар. Кел балалар, оқылық, оқығанда көнілге, ықыласпен тоқылық. Когда учиться станешь ты, то здание средь полной темноты светлее ламп осветит путь тебе, и станут явью все твои мечты. Давайте же, дети, учиться начнем, и знания светлые нити навек свою благодарную память вплетем. Богат скотом ты, но как дым пройдут твои богатства, если грянет жут, ученому уж не страшен любой, его богатства с каждым днем растут. Твою рубашку ткач учился ткать, сорок пищу учится искать, и всем искусствам и наукам всем возникнуть помогло учение мать. Кто вовсе хотел себя учить, тот никогда не сможет умным быть, как черного от белого навек баран или бык не сможет отличить. Скакун, иду шагом, свеж всегда, так знание не стареет никогда, а неучу, попавшему в беду, помочь не сможет сам сирота.